Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге құйрық майды жұмсақ етіп шыжыту барысын көрсететін боламын. Бөлме температурасында тұрған кезде қатты болып тұрмайды, жұмсақ болып тұрады. Сіздерге ұнаса лайк басып, құнды пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ол үшін біз құйрық майды ұсақтап тура аламыз. Көп адамдар құйрық май шыжытуды біледі, бірақ жай ғана шыжыта салған қатты болып қалып жатады. Сол үшін біз құйрық майды тура алған соң қазанға салып, азырақ тұз салып және азырақ су құйып, қақпағын жауып отта қайнатамыз. Су қайнап сарқылып болғаннан кейін май мен шыжығы өздігінен ажырап шығады. Онан соң шыжықты сүзіп алып, майды құйып аламыз. Шыжықты тастай салмаймыз, бұдан нанға қосуға немесе орама жасайтын боламын. Алдын ала ашытып қойған қамыр, тұз салмай, жылы суда ашытып салып қамыр илеп алдым. Енді осыдан жаңағы шыжықты ұсақтап отырып, турап, қыздырып алған соң жағып шығам. Онан соң рулет қысап орап шығам. Одан соң бөліктерге бөліп кесіп шығамыз. Одан соң мантоваркаға дізіп 10 минуттай қоя тұрған соң қайнап тұрған суда жарты сағат булап пісіріп аламыз. Ыстық күйінде салаттармен жесе немесе таңғы асқа немесе қосымша тағам ретінде жесе өте дәмді. Құйрық майдың дәмі сіңіп, жұмсақ дәмді болып шығады. Әр құйрық майдың аса пайдалы екенін білеміз. Демек шыжығында керекке жаратуға болады, немесе нанға қосып пісіруге де болады. Назарларыңызға рахмет, астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.